Assalamu alaikum. Жалпы дайкандар. Мына бүгін біз бір жер семірткіч органикалық Найкл туралы сөйлешеміз. Мына бұл көріп отқан малиналар, Найкл берілген малиналар. Onlar gösteri bize malinalar öte sonun. Bu sort bizde Marayla sortu. Қараңыздаршы, bir sarı oru жоқча, bir başka oru жоқ. Hazır ben bir minut. Қачан жалбырақтары күшті болып, түйі күшті болғанда, мұна қызыл-тазыл болып шығады жалбырақтар туғандар мұна. Hiçbir oru жоқ, құда қаласа gösteri безін. Шындай туғандар. Бұға мен постоянно Найкл беремін. Постоянно Найклды қолданамын. Бұл малинаны мен былтыр еккенмін. Макетті чайлап шыққандардан қараңыздаршы. Әлі жетелелек, біреу де гүлдейлек. Гүлдеп жетелеп қалса, жақшылы көрініп қалады. Қазір сәл пәзірақты. Бұлар сұйылтыш керек. Көп қыл алсаңда сұйылтыш керек. Полька еккенімде ме вообще болып кетмей екен. Тоқай болып кетмей екен. Мәке Марайлы. Столдары. Бар тұр, тікенеге жоқ болып кетеді мұндай болында. Бұл Найклды қантеп қолданауыз, қандай қолданауыз, қанша граммдан қосылады. Алар бойыншадағы мен азыр толық малымат айтамын туғандар. Кішіне біраз күтіп тұрыңыздар. Егер сіз малинадан ноннақай көріп қалсаңыз, жалбырақ четінен қап-қара болып нондай болып қалған болса, бұл ешбір қорқынышсыз. Ол жөнелі күнден ажог алып қалған. Нондай болып күнден ажог алып қалады. Көрдіңіздер, чекелеріндегілер үшінтіп қалады. Анан бұл жерге жақын жерлер үшінтіп қалады. Мұны только бағы зәтіне 60-ка тартып құтыласыз. Так, бұны иммунитетін көтеріш керек, башқа алыш керек деген. Ал бізде жоңғана сөз. Иммунитеті көтеріліп тұрғаны малинаның аузына білетмек. Қызыл бол, соның олы жатады. Бұлар Маравила, Мапема и Маргарита. 3 сорты бар бізде туғандар разрушылы жерде. Маргарита деген бұл. Өте бойлы болады. Бұларда түшімге жеткенде видеосын көрсетеміз. Қалаза сөздерді көрсетеміз. Қазір біз Найкл жөнінде сөйлесеміз туғандар. Қанша суға қанша Найкл қошауыз дегендерге туғандар мұна. Найклды сілерге оңай болсын деп атайын кітап қылып шығарып алдым. Аны қимылдатпай жерге қойып, сілерге тартып көрсетіп қойын. 10 литр суға 30 грамм Найкл қосылады. Найклды қолдану алдын едеште жақшылап чайқап дегенде туғандар. Сілер бияқа көңіл бұрып скриншот қылып алсаңар деле болады. Ураган чачылбаш керек. Ураган іштетілген едіште вообще чача көрбөгілі. Ал химикат, бұл биологтар бүт өліп қалады Найклдың. Башқадағы бір химикат, мысалы қарат-марат чачылған бір ондай ажырық-бажырық чөп өлтіргіш, мысалы мен моларға чачам да. Онда чөйін өлтіріш үшін. Бұл полядан бияқа чөй өлтірілген. Шынай жерлерге чачылған едіштерге вообще чача көрбөгіледі ондар. Бұл Найкл чачылбаған беде. Бұл Найкл чачылған беде. Айла бірінші орын орыл елек. Беде даже гүлде елек. Примерно алсақ қазір метрға жақын бар.
Мына ушундай туугандар. Анан бул Найкылды постоянно сугарып туруп, анан чачышыңыздар зарыл. Сугарып, түйү суу болуп, ным болгондон кийин мындай болуп мына. Анан күн салкын маалында чачканыңар жакшы. Эрте менен эрте, анан кечке маал. Мен айтар элем кечке маал чачыңыздар деп. Неге дегени? Эрте менен 1-2 сааттан кийин эле күн ысып кетет. Кечинде болсо түнү менен салкын болуп турат. Мен жанагы айтып, сөздүн башын айтып, сәл башыңар адашып калды окшойт. Видеону кайра кайталап көрсөңөр болот. Кайра көрүү бесплатный. Туугандар. Анан Найкылды каяктан аламын? Группасы бар Найкылдын, каяктан кошулам дегендерге мен номер жазып кетем. Ошодон маалымат алып, Найкыл боюнча каяктан аласыңар, группага кандай кошуласыңар. Полный ошолдон маалымат алып аласыңар, туугандар. Так, туугандар, бизден 16 литр. Почти 1,5 крышкадан көбүрөөк коюп койсок болот. Бир. Болду. Шуну азыр жалбырактарына чачып чыгабыз. Мындай бул капкара болуп турат. Анан бул Найкылды нелерге колдонсок болот десеңер, туугандар, бардыгына колдоно бересиңер. Беде жакшы болсун десеңер, бедеге, алмам жакшы болсун десеңер, алмага. Мунун эч бир коркунучу жок, эч бир химикаты жок, туугандар. Анан бул Найкыл чачылгандан кийин бир күндөн 24 сааттан кийин жей берсеңер болот. 24 саатка чейин деле жууп, чайкап, тазалап жесеңер боло берет. Эртең результатын дагы киргизип коем, туугандар. Менен тең эгилген малиналар булар. Экөөбүз тең эккенбиз, бирок буга Найкыл берилбеген. Туугандар. Ушул жердеги дыйкандар дагы көп буга. Найкыл берсеңер, үзүрүн көрөсүңөр да. Өтөп сонун. Бул дыйкан дагы өтө күчтүү дыйкан. Бирок бул Найкыл бербеген. Найкылдын таасири өзүнчө бир башкача да. Баарыбыз чок экенбиз ушул жерде.